Саламатсыздар ма? Менің есімім Самат және бұл менің компаниям Jevelyux. Алтын мен бағалы тастар ғасырлар бойы адам санасын өзінің жарқырауымен баурап алып келеді. Адамзат тарихындағы ең бірінші зергерлік бұйымдар алғашқы еңбек құралдарымен жасалып дами бастады. Содан бастап асыл тастар мен металдардың өзектілігі мен құндылығы уақыт өте келе өсе түсті. Зергерлік бизнес тарихында осымен байланыстыруға болады. Дегенмен бұл бизнес жаңадан келген көптеген мүмкіндіктер арқылы тіпті су түбіндегі асыл тастарды да қолданумен ерекшеленеді. Ал зергерлік дүкен ашпас бұрын не білуіңіз керек? Маманнан сұрайық. Самат Әжібеков 10 жылдық тәжірибесі бар зергер, Jevelyux Group компаниясының директоры, елдегі ең сәтті зергерлік бұйымдар орталығының иесі. Jevelyux интернет-дүкенінің Instagram парағында 92 мыңға жуық жазылушы бар. Мен колледжді бітірген кезде мен негізі зергер емес, дизайнерге оқығам. Дизайнерге оқыдым, бірақ маған параллельно оқыған ювелирныйда оқыған балалар болды. Солар өздерінің жұмыстарын бастаған болатын. Мен сол жақта жұмысшы болып кірдім басында. Тек қана полировщик болдым. Басында тек қана полировка жасап жүрдім. Бірақ маған осындай шеберлік жұмыстар қатты ұнайтын. Кішкентай кезімде өзім пластилиннан жасайсың, сымнан бір нәрсе жасайды деген сияқты. Солай жасап жүріп ұнады. И сол жігіттердің қасында жүріп үйрендім. Сосын олардан біз отдельно бөлек өзіміз цех аштық. Сосын цех ашып, ары қарай команда жинап, Құдайға шүкір қазір осылай жұмыс жасап жатырмыз. Енді ашып бастаған кезде маркетологтармен отырдық, қандай название қоямыз. Просто привычно қазақша бір название да қоюға болар еді. Бірақ біз кішкене, бізде цель Қазақстан ғана емес, бізде цель енді шетелді тоже бағындыру деген цель болған. Сондықтан да кішкене шетелге кішкене ыңғайлы болатындай, оқығанға да ыңғайлы болатындай ретінде солай Jevelyux деп қойдық. Ол негізгі мағынасы jewelry and luxury, яғни luxury кластағы ювелирный зергерлік бұйымдар. Сол екеуінің қосындысы Jevelyux болып шыққан болатын. Зергерлік бұйымдар бағалы материалдарды өңдеу арқылы жасалынатын сәндік қолданбалы өнер түрі. Материалдың бағалы, жартылай бағалы және қарапайым сияқты критерийлер бойынша бөлінуі ғасырлар бойы өзгеріп әртүрлі мәдениеттерде әртүрлі бағаланып отырғаны таңғаларлық. Мысалы, ежелгі Египетте фараондар жерінде алтын құдайлардың металы болып саналған. Әсіресе бұл күн сәулесінің жарқырап тұрған құдайына қатысты болған екен. Аспан құдайы Хатхор алтын немесе жай алтын деген лақабатқа ие болған. Ежелгі Грецияда алтынның ерекше сиқырлы күші бар деген сенімде болған. Мен негізі өзімнің негізгі жұмысымды осы зергерлік жұмыс ретінде таңдап алғаныма қатты қуанам. Себебі осы процесте мен өзімді бір жұмыс жасап жатырмын деп айта алмаймын да. Мен әр этаптан кәдімгідей бір ләззат аламын. Кайфовать етесің әр этаптан. Маған өзіме ұнайды. Әр жасаған бұйымың, жасап біткеннен кейін оны жасап болған кезде анаған бір ерекше бір махаббатпен қарайсың. Бізде қазір мастерлар бар, жұмыс жасап жатқан. Олардың барлығы да осылай зергерлікке қызыққандықтан біз өзіміз соларды өзімізге тартып алып жұмыс жасап жатырмыз бірге. Не үшін Jevelyux-тан алу керек деген сұрақ. Өйткені бізде сіз өзіңіздің ойыңыздағыдай, өзіңіздің қалаған бұйымыңыздың сіз өзіңіз соавтор бола аласыз. Яғни бірге сол бұйымды создавать етуге сіз де көмектесе аласыз. Яғни сіздің ойыңыздағыдай бұйымды жасап беру. Негізгі біздің мақсат, қазіргі біздің жолымыз сол. Тұтынушының өзінің ойындағыдай бұйымды жасап беру. Ол этап енді өте қиын болған. Негізі басында сол сенімділікті қалыптастыру деген. Себебі мен басында енді бастағанда мен жалғыз өзім жасайтын. Мен өзім менеджер, өзім дизайнер, өзім маркетолог, өзім логистика, өзім мастер. Барлығын өзім жалғыз өзім істеп жүрген кезде адамдар сенім кішкене қиын болады. Ол кездерде мен удостоверениенің суретін түсіріп жіберетінмін, отправка болған қағаздардың бланктарын түсіріп жіберетінмін, цехтың ішін видеоға түсіріп жіберетінмін. Қазір Құдайға шүкір адамдар уже сенеді. Енді оның барлығы нарықта ұзақ жүргеннің арқасы деп ойлаймын. Біріншіден, одан кейін біз парақшада барлығын
максимально ашуға тырысамыз. Ашып барлығын көрсетеміз. Яғни біз ешқандай да бір уақытша жұмыс жасайтын бір не емеспіз, орталық емеспіз деген сияқты. Барлық сұрақтарға ашық жауап береміз, барлығын ашық көрсетеміз. Соның арқасында бізге тұтынушылар сеніммен қарайды. Жалпы ол қалай ашылды? Мен негізі дәл сол зергерлік мектепті ашу дегенді өте ұзақ уақыт ойлап жүрдім. Қарадым, нарықты қарадым, кімде қалай бар. Неге екенін білмеймін, мысалға көрші Ресей мемлекетінде зергерлік мектеп жақсы дамыған. Ал бізде бір 2-3 жерде ғана оқытады, бір универ бар, 2 колледж бар, мысалға зергерлік оқытатын. Оның өзі сол бір кішкентай ғана білімді сонша бір 4 жылға созып береді деген сияқты. Соның барлығын қысқартып, біз соны 1 ай, 2 айдың көлеміне сыйғызып, былай айтқанда нарыққа шынымен адамдар қалап жүрген өзі, мысалға кейбір адамдар болады, біреулердің жасы 30-ға келген, 40-қа келген, 50-ге, олар ойлайды, мен зергер болғым келіп еді, әттең мен жаңағы шансымды жіберіп алдым, мен енді қайықта оқимын, олар қайттан колледжге оқығысы келмейді мысалға. Сондайларға үлкен мүмкіндік беру үшін біз осы зергерлік мектепті ашқан болатынбыз. Қазір енді зергерлік мектеп өкінішке орай карантинге байланысты жабық тұр, уақытша. Карантиннің барлығы бітеді, барлығына жол ашылған кезде біз қайтадан қолға аламыз деген үміттеміз. Мысалы, марқұмның көзі тірісінде киген зергерлік бұйымдары, сондай-ақ соңғы сапарға шығарып, одан зұлым күштерді қуып шығуға тырысқан арнайы алтын маскалар мен гүл шоқтарын қасына бірге қойып жерлеген екен. Алтын көшпенділер мәдениетінде де маңызды рөл атқарады. Есік обасынан табылған алтын адамның бейнесін естеріңізге сала кетейік. Жалпы құнды материалдардың классикалық және бізге белгілі анықтамасын көрнекті ағылшын ғалымы Герберт Смит тек 1912 жылы ғана ұсынған. Негізінен бағалы материалдар 3 негізгі талаптарды қанағаттандыру керек: әдемілігі, сирек кездесетіндігі және беріктігі. Негізі қазір 150 мың теңге. Бір айлық оқу 150 мың теңге. 150 мың теңгеде ол жаңағы зергерліктің бастапқы фундамент дейді ғой. Соны бастапқы этаптарын барлығын үйреніп, жаңағы базовый заттарды жасауға болатындай деңгейге жеткізіп бере аламыз. Негізі ол нарықта мен ойлаймын өте арзан деп. Себебі бізде қазіргі зергерлер жұмыс жасап жатыр. Олардың айлықтары 300 мың, 400 мыңға шейін барады. Егер де сонымен салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, бір айлық оқу 150 мың теңге айтқанда өте арзан. Стартовый капиталға қатты да бір мән берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі егер де шынымен қалаған адам болатын болса, шынымен қолынан іс келетін адам болатын болса, ол бір инструментпен көп зат жасай алады. Бір максимум 100 мың теңгемен де біраз затты жасауға болады. Яғни сен күмісіңді аласың, сырьеңді аласың, кішігірім станоктарыңды аласың, инструменттеріңді аласың. Сонымен 100 мың теңге, 150 мың теңгенің көлемінде бастап кетуге мүмкіндік бар. Ал неге мән беру керек, яғни жасаған кезде? Мен ойлаймын, ол кезде жаңағы аккуратность болу керек адамда, и түсінік болу керек та. Тұтынушы нені қалап тұр, нақты нені қалап тұр, соған байланысты жасап беру керек. Қай жерін кішірейту керек, қай жерін үлкейту керек. Тұтынушының ойындағыдай ойын түсіне алсаң, сен соны ойындағыдай жасап бере аласың. Бар қиындығы сол деп ойлаймын негізі. Қазіргі таңда біз нақты, қазір мен айтамын, зергерлікте жүргеніме 10 жыл болды. Бірақ 10 жылдың 8 жылын былай айтқанда мен үйреніппін тек қана. Үйренумен жүрдім, қолымды жаттықтырумен жүрдім. Қазір бір 2 жылдың көлемі болды. Біз жаңағыдай официально, заңды түрде қалыптастырып, Жабөлюкс деп ашып бастағанымызға. Сол 2 жылдың көлемінде бізде қазір 35-ге жуық адам жұмыс жасайды. Әр отделға бөліп тастағанбыз. Оның ішінде шеберлер болатын болса, мастерлер, 10 мастер бар. Қалғандары жаңағы маркетинг отделы, сату отделы, жеткізу отделы, дизайн отделы, администрация деген сияқты. Жалпы қосқан кезде 35 адам болады. Енді бізде тек қана Қазақстан емес, интернет болғаннан кейін біз шетелге де жеткіземіз. Мысалы бір Қырғызстанға да, Украинаға да, Россияға да көп жерге жеткізгенбіз. Заказ жасағанбыз сол жаққа да. Ал Қазақстанның өзінікін алатын болсақ, бізде көбінесе оңтүстік Қазақстан, ол Тараз бар, Шымкент бар, одан кейін Қызылорда, былай қарай Батыс Қазақстан и Астана. Осы облыстар көбінесе тапсырыс беретіндер. Негізі бізге мүмкіндік береді.
күнде мүмкіндік беріледі, тек қана біз соны қалай қолданамыз, ол өзімізге байланысты. Иә? Біз оны енді қазір қолданып жатқаннан кейін түсініп жатырмыз. Кезінде онша түсінбегендіктен біз өте кеш бастадық деп ойлаймын. Бірақ былай айтқан кезде ешқашан да кеш емес деп айтады да. Иә, мысалға бізде қазір жұмыс жасайды 20 жас, 21 жастар көп жұмыс жасайды да. Мен өзім командамдағыларға айтарым, сіздердің көрермендеріңізге айтарым. Ол именно сондай жас кезінде 20-25-ке дейін қателесуден қорықпау. Яғни өмірдің өзі саған мүмкіндік беріп жатыр. Қателесуге сен сол мүмкіндікті қолдан. Қателесуден қорықпау, өйткені именно сол қателесу арқылы өзіңе көп тәжірибе жинайсың. Ал сол тәжірибең сені ертеңгі күні сені асырайды. Сондықтан да мен қазір енді бастағым келеді дейтін адамдарға айтарым, ойыңа келді ма, істе. Дұрыс емес па, онда сен нақты көзің жетеді. Яғни ол дұрыс емес екеніне. Ал дұрыс болса, ары қарай жалғастыра бересің. Қателестің, ештен кетпейді. Қайтадан сол қалпыңа келесің, басқасын жасап көресің. Сондықтан айтарым, тек қана қателесуден қорықпау керек. Өйткені айтады ғой, қателесуге әркімнің де өзінің шансы бар. Зергерлік бұйымдар жай ғана әшекейлер емес, терең мағынасы бар өнер. Жақын адамның немесе тіпті өзіңіздің жақсы сыйлығыңыз болсын. Мұндай кішкентай бірақ жарқын деталь сіздің сыртқы келбетіңізді толықтырумен қатар, сіздің әлеуметтік мәдениетіңізді де ерекшелеп тұрады. Ал белгілі бір адамға арнайы жасалған дизайнерлік зергерлік бұйым, оның визиткасы іспетті дәрежеге ие. Онда сіз нені күтесіз? Сізге де жарқырайтын кез келді.